Ана неткен әдемі, күшті. Әжен аны қарашы, мынандай мода болып жатыр екен. Осын сатып алайықшы. Жаным, Нұрдана, ол телефонға көп үйір бола берме жаным. Ол бізге батыстан келген ғой. Біз негізі қазақ деген халықпыз. Қазақ деген атқа кір келтірмеуіміз керек. Сол келе жатқан дәстүрімізді жалғастыруымыз керек жаным. Қызды 40 үйден тыю деген. Қала берсе күңнен тыю деген. Көрдің ба, есіктің алдында жүрген баяғы заманда күң болады екен. Соға шейін айтуға парызы бар екен да. Сол үшін мамаңды, папаңды сыйлап, әжең айтқан тыңлап, сабақты жақсы оқып, өзің жеткен арманыңа жете бер жаным. Доктор болам деп жатсың ғой, доктор болуға талпынып, апайлардың, ағайлардың алдынан кесе көлденең өтпе, үлкеннің алдынан. Айтқан сөздерін тыңла. Олар бәрі жақсы болсын деп айтады. Ешкім балам жаман болсын деп Алладан тілемейді, бәрі жақсы болсын деп тілейді. Мына патшамыз жастардың заманы деп жатыр ғой, оқу деп жатыр, оқу деп. Баяғыда да айтқан ғой, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деп. Сол оқуны жалғастыруға сендерге Алла нәсіп етсін жаным. Ендігі жерде менің айтқан сөздерімді, менің көрсеткен айтқан тәрбиемді сендер жалғастырады деп әжесі үміттенеді. Соны жалғастыруға Алла нәсіп етсін. Еш уақытта жаманшылық көрмеңдер. Жақсы болыңдар, тәртіпті болыңдар, үлгілі болыңдар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әуелі Алла. Шырағың жанып тұрсын жаным, бұлағың ағып тұрсын. Мың бір бәле жүз бір қауіптен Алла тағала қағып тұрсын. Әлхамның берекесін берсін, Алланың қуатын берсін, көп берсін, есесін Алла жеткерсін. Өліге иман, тіріге береке берсін. Сабақта үлгілі бол жаным, елдің қалаулы қызы болып, Алладан не тілесең екі дүниеде тілегіңді қабыл қылсын. Ырыс, татулық, бақ, ауызбіршіліктен айырмасын. Еліміз бейбітшілік болсын. Осы аналық ақ тілегімді қабыл, мұратымды асыл қылсын. Отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Адам бойындағы ақыл қасиетін, ар намысын, адамгершілік қасиетін, мәдениеттілігін қалыптастыруда отбасы маңызды рөл атқарады. Менің ойымша, әр отбасының жеке құндылықтары болады. Менің жанұямда отбасы құндылықтар тәрбиелеушісі асыл әжем. Әжемнен мен қазақ халқының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, адам бойына болатын адамгершілік қасиетті бойыма сіңірдім. Әжемнің арқасында мен өмірге деген өз жеке көзқарасымды қалыптастырдым. Отбасы бұл жеке құндылықтар қалыптастырудың қайнар көзі, тәрбиенің бастауы деп есептеймін. Неке әже сабақты. Қызым, біз баяғыда жас кезімізде киізге оюды көп салушы едік. Қазір ол киіз қалып бара жатыр ғой. Ендігі жерде жасым болса кеп қалып жатыр, қолымнан қарап отыруға болмайды ғой. Сендерге қолымнан келген өнерімді көрсетейін деп мынандай құрақ көрпеше, ертең ұзатқанда өздеріңе бір құрақ көрпеше берейін қолымнан әдемілеп тігіп деп, наны сендерге жасап жатырмын. Мына оюлар, қазақтың оюлары текеметке салғамыз ғой талай.